Қара жорғаны билеуге ешқандай кедергі жоқ. Қостанайда мүмкіндігі шектеулі жандар арасында арба бие спортынан флеш-моб ұйымдастырылды. Іс-шараға облыстық ішкі саясат басқармасы қолдау білдірген. Бұл жолы тағдыры арбаға таңылған 20-ға жуық кемтар жан көпшілік алдына шықты. Оларға студенттер қосылды. Флеш-мобтың ерекшелігі қатысушылар тұңғыш рет қара жорға биін билеп, тұтынушыларды таңғалдырды. Жалпы соңғы 4 жылда арба бие спорты Қостанайда қарқынды дамып келеді. Облыста 2 рет чемпионат өтті. Бұл жолғы іс-шара сондай жарыстарға дайындық әрі жұртшылықпен жақындаса түсу дейді шараны ұйымдастырушылар. Басты мақсатымыз бұны осында ұйымдастырып отқан қоғаммен. Осы бізде сияқты жандардың арасында қарым-қатынасты ары қарай нығайта білу. Мүмкіндігі шектеулі кісілердің. Солардың мына болашаққа деген, өмірге деген талпынысын осыны көрсете білу. Сосын мына ортамызды, соны ортадағы мына қоғамымызды соған тәрбиелей білу.